Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қолдың майы қажет болады. Қанша мөлшерде қолдың майы болса, сонша мөлшерде су қажет болады. Және ет, пияз, ұн, қалауыңызша асқабақ, тұз және бұрыш. Ең алдымен майды және суды қосып, оған кішкене шым-шым тұз қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты болып кетпеуі керек. Міне осылай кішкене қолға жабысатын болғаны дұрыс. Содан кейін салафанға орап, тоңазытқышқа жарты сағат көлемінде ұстаймыз. Келесі кезекте салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін пиязды осылай өте ұсақ етіп турап аламыз. Содан кейін фаршқа қосып, дәміне қарай тұзын және бұрышын қосамыз. Міне осылай дайын болған салмасын екіге бөліп, жарты бөлігіне асқабақты қосып дайындап алдым. Келесі кезекте қамырын тоңазытқыштан шығарып, кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей самсаны дайындауға кірісеміз. Содан кейін міндетті түрде бетте жұмыртқа жағып шығу керек болады. Және ең соңғы самсаны күнжутпен әсемдеп 180 градусқа 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне самсамыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Қатпарлы самса сияқты өте көп уақытты қажет етпейді, өте жұмсақ болып шығады. Бұл самсаға қажеті тек үйіңізде қолдың майы бар болса жеткілікті. Менің каналыма тіркеліп, пікіріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.